саламатсыздар ма балалар? Жаратылыстануу сабагын бастайык. Сабактын тақырыбы жануарлардың кандай түрү болады. Бүгүнкү сабакта сендер жабай жануарлардың үй жануарлардан айырмашылыгын билетін боласыңдар. Үй жануарларын қалай күтүү кажет экенин билесиңдер. Ал балалар, сабагыбызды баштамас бұрын видеоға назар аударып, жануарлармен бірге жаттығуды кайталайык. Көңілге жақсы болса ұршапалақ, көңілге жақсы болса ұршапалақ, көңілге жақсы болса ұршапалақ, шапалақ, көңілге жақсы болса ұршапалақ. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп, ашу болып тұрсаң сен жерді теп, ашу болып тұрсаң сен жерді теп, ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Қорқып тұрсаң қолыңменен бетті жап, қорқып тұрсаң қолыңменен бетті жап, қорқып тұрсаң қолыңменен бетті жап, қорқып тұрсаң қолыңменен бетті жап. Ұйқың келсе екі қолды қосып жат, ұйқың келсе екі қолды қосып жат, ұйқың келсе екі қолды қосып жат, ұйқың келсе екі қолды қосып жат. Көңілге жақсы болса ұршапалақ, көңілге жақсы болса ұршапалақ, көңілге жақсы болса ұршапалақ, шапалақ, көңілге жақсы болса ұршапалақ. Жарайсыңдар балалар. Өткен сабағымызды қайталайық. Суреттен нелерді көріп тұрсыңдар? Жануарларды. Дұрыс, жарайсыңдар. Жануарлар қандай табиғатқа жатады? Тірі табиғатқа. Дұрыс айтасыңдар. Себебі оларда өсімдіктер сияқты тыныс алады, қоректенеді, өседі және де көбейеді екен балалар. Қозғалады. Әлемде жануарлардың көптеген түрлері болады екен. Жануарлар табиғаттың тірі бөлігі болып келеді. Ал балалар, мына суретке қарайықшы, қандай жануарларды көріп тұрмыз? Сиыр, жылқы, аю, бұғы, түлкі, қоян, қой, мысық, итті көріп тұрмыз балалар. Ал балалар, жануарларды қандай екі топқа бөлер едіңдер? Үй жануарлары және жабайы жануарлар. Жарайсыңдар балалар. Адамдардың өздері өсіріп, үй шаруашылығында пайдаланатын жануарларды үй жануарлары деп атайды екен. Олар адамның қамқорлығында болып, арнайы қорада, тіпті үйлерде де тұрады. Ал жабайы табиғатта өздеріне қорек тауып, жауларынан өздері қорғанатын, өздері тұратын орын тауып, ұрпағын өсіретін жануарларды жабайы жануарлар дейміз. Олар жабайы табиғатта, яғни орманда, шалғында, суда тіршілік етеді. Ал балалар, мына суретке қарайықшы. Жануарлар не істеп жатыр? Олардың қайсысы жабайы, қайсысы үй жануары екен? Неліктен олай ойлаймыз? Бірінші суретке назар аударыңдар. Құндыз. Ол жабайы жануар. Себебі ол табиғатта өз бетінше тіршілік етеді. Құндыз шебер құрылысшы. Ол ағаш бұталарынан үйшік салады. Ал екінші суретте үй жануары. Ит адамның қасында өмір сүреді. Адам оған қамқорлығын көрсетеді. Оған тамағын береді, үйшік жасайды. Ал балалар, келесі бейнематериалға назар аударайық. Жабайы ма әлде үй жануары ма?
Жабайы жануарлар табиғи ортада туылып, өсетін немесе мекен ететіндер. Бұл дегеніміз, адамдар олармен байланысқа түспейді, немесе оларға қамқорлық жасай алмайды. Үй жануарлары үйретілген немесе үй жануарына айналған. Бұл деген адамдар оларға қамқорлық жасайды. Күнде немесе күнара олармен байланыста болады. Ойын ойнайық. Қайсысы жабайы, қайсысы үй жануары екенін таба аласыздар ма? Ит. Үй жануары. Зебра. Жабайы жануар. Сиыр. Үй жануары. Аю. Жабайы жануар. Арстан. Жабайы жануар. Мысық. Үй жануары. Піл. Жабайы жануар. Жылқы. Үй жануары. Жолбарыс. Жабайы жануар. Балалар, сендер қандай үй жануарларын білесіңдер? Мынау қой, оның төлі қозы. Мынау сиыр, оның төлі бұзау. Мына жылқы, төлі құлын. Ешкі төлі лақ. Түйенің төлі бота. Ит, оның баласы күшік. Адамдар үй жануарларын қалай күтіп баптайды? Адам үй жануарларын өсіру үшін қора, күрке, үйшік салады. Оларға жем шөп береді, суарады. Ауырып қалса емдейді. Қорасын тазалайды. Жыртқыштардан қорғайды. Балалар, сабақтардан алған білімдерімізді тексереміз. Суретке назар аударыңдар. Жануарларды өз төлдеріне жеткіземіз. Ал тексерейік балалар. Сиырдың төлі бұзау. Жылқы төлі құлын. Түйе төлі бота. Қойдың төлі қозы. Жарайсыңдар балалар. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Қане, дәптерімізге егер барлығы түсінікті болса, жасыл түсті күліп тұрған смайлигімізді саламыз. Ал сабағымыз жартылай түсінікті болса, сәл күлімсіреген сары смайлик салайық. Ал егер мүлдем түсініксіз болса, ашуланып тұрған қызыл смайлик салайық. Рахмет балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды.